Баршаға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен өте дәмді болып шығатын және де тез дайындалатын алмадан жасалған бәліш дайындайтын боламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, әрі көтеріліп әдемі болып шығатын болады. Құрметті көрермендер, видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде менің каналыма тіркеліңіздер және де лайк басып, комментарий қалдырып, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Ең алдымен бәлішімізге керекті заттарымызды дайындап алатын боламыз. Ол үшін жұмыртқамызды жарып, үстінен қант ұнтағын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Қалауларыңыз бойынша миксермен немесе венчикпен де араластыра берсеңіздер болады. Міне жұмыртқамызбен қантымызды араластырып алған соң, үстінен айранымызды салып, оны да жақсылап араластыратын боламыз. Бір шай қасықта қопсытқышты алып, ұнымызбен араластыратын боламыз. Ұнымызды салып алған соң, миксерімізді қоспай тұрып, кішкене осылай араластырып жібереміз. Себебі ұнымыз жан-жанына шашырап кетпеу үшін. Және де жақсылап араластырып аламыз. Міне осылай лопатканың көмегімен жан-жанын жинап, үстінен сұйық майымызды құйып, араластырып жібереміз. Келесі кезек алмамыздың артық затын барлығын алып тастап, турап дайындайтын боламыз. Егер алманы көбірек болғанын қалайтын болсаңыздар, 4-5 дана қоссаңыздар болады. Менде алмамен бәлішті қатты ұната қоймайтын болғандықтан 2 данасын ғана қосып жатырмын. Қалауларыңыз бойынша көбейте берсеңіздер болады. Бір дана алмамызды тестоның ішіне қосатын боламыз, ал біреуін бетіне сәндеуге алатын боламыз. Алмамызды салып, лопатканың көмегімен араластырып алдық. Келесі кезекте осылай 26 диаметрдегі кольцоымызға құйып аламыз. Қалауларыңыз бойынша кез келген тапаларыңызға, өздеріңіздің тапаларыңызға байланысты құйып пісіре берсеңіздер болады. Печкаңыздың қызуына байланысты 160-170 градуста 30-40 минут пісіріп аласыздар. Және де піскен-піспегендігін шпажканың көмегімен біліп алсаңыздар болады. Шпажкаңыз құрғақ болып шығатын болса, онда пирогыңыз таза піскен болып есептелінеді. Міне біздің пирогымыз пісіп дайын болып шықты.
міне жұп-жұмсақ әп-әдемі болып шығатын алмалы бәлішіміз осымен дайын. Құрметті көрермендер, баршаңызға ас болсын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер.